Сәлем көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен жаңа жылға дайындалатын боламыз. Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жыл барлық жақсылықтармен келе берсін. Мен бүгін қыздарыммен жаңа жылдық шыршамызды безендіретін боламын. Барлығы толық бейнеде түсінікті, қандай ойыншықтар ілгеніміз, тағы да үйді нелермен безендіргеніміз барлығын бейнеде көресіздер. Тағы да жаңа жыл құтты болсын. Бұл жерде мен шыршаны 2,5-3 сағат дегенде жинап құрастырдым барлығын. Өте ұзақ уақыт алды. Бұл жерде біздің шыршамыздың ұзындығы 2 метр 20 сантиметр. Сол үшін де бізге ұзақ уақыт кетті. Осылай бізде 3 бөлікке бөлінген шыршамыз. Солардың барлығын жеке-жеке қарастырып, олардың әрқайсысын ашып, бір-біріне жабысып тұрған бөліктердің барлығын ашып, солардың барлығын әдемілеп, солай жасағанша өте ұзақ уақыт кетті. Бірақ бейнеде қысқа да нұсқа қылып түсіруге тырыстым. Жалпы бұл жерде өте ұзақ уақыт кетті. Қыздарымның арқасында жылдам болдым десем де болады. Егер қыздарым көмектеспегенде бұдан да ұзақ уақыт құрастырар едім. Ойыншықтарының барлығын іліп, осылай әрқайсысы бір бөлігін ашып, жақсы маған көмектері тиді балдарымның. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерден мен қолдау күтемін. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, менің бойым жетпеген жерде осылай орындық қойып, осылайша барлық бөліктерін ашып шықтым шыршаның. Қазір бұл жерде ойыншықтарды да осылай орындықтың көмегімен ілетін боламын. Қыздарым осылай орындықтың үстіне тұрып іліп шығатын болады. Жалпы биыл жаңа жыл Қытай күнтізбесі бойынша айдаһар немесе дракон жылы дейді, ал қазақтың күнтізбесі бойынша бізде ұлу жылы. Жалпы биыл 2024 жылы бізде жасыл түс модада дейміз ғой, немесе хит болады екен. Және де бұдан бөлек жаңа жылда әртүрлі салаттар, әртүрлі закускілер, тіске басарлар дейміз ғой, солардың барлығы жеңіл тағамдар болады екен. Оның ішіне жаңағы мен бейнемде айтып кеткенмін, салат жасаған бейнемде. 24 жылғы салаттарда көбінесе тауық еттері, балық еттері қосылады. Жалпы 2024 жылы өте сондай жақсы жыл болады. Сіздерге де керемет жыл болсын деп тілеймін. Менің бейнемді көріп отқан барлық оқырмандарыма, көрермендеріме жаңа жыл құтты болсын, жаңа жыл жақсылығымен келсін, отбасыларыңыз аман болсын, балдарыңыз аман болсын, барлықтарыңызға жақсы жыл болсын деп тілеймін.
Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай осылайша шыршамыз дайын болды. Өте әдемі, керемет болып шықты деп ойлаймын. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай осындай ойыншықтары бар, осындай бантиктері бар. Осындай гирляндымен безендірдік, сары түстегі. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай бұдан бөлек шыршадан басқа осындай наклейкілер алдық. Осылай наклейкілерді обойға жабыстырып шықтық. Бұл наклейкілерді мен Валверстен заказ беріп алдырттым интернет-магазиннен. Балдарым өте қуанып, мәз болып қалды. Осылай терезеге, стекло дейміз ғой, солардың барлығына жабыстыруға болады. Бұдан бөлек мен қазір гирлянда қыстырып шығатын боламын. Ол үшін маған крючоктар керек болады. Обойға, кафельге жабысатын крючоктар алдым. 4-5 жерден жабыстырамын. Соған қазір мен гирлянданы іліп шығамын. Ұстамай тұрған жерлерін жайлап скотчпен ғана білдіртпей жабыстырып қоямын. Өте әдемі шықты. Жалпы жаңағы обойға жабыстырған наклейка, осы гирлянда барлығын мен интернеттен заказ бердім. Жалпы мен шыршаны өткен жылы Қытай сайтынан алдым, ал гирлянданы да Қытай сайтынан алдым. Тек бұл жерде Валверстен наклейканы алдым. Егер сізге артикулы керек болса, описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай гирлянда осылай шықты, өте әдемі болып. Қараңғы уақытта осылайша жанады. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де бейнені соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Жаңа жыл құтты болсын. Сау болыңыздар.